Мен доктормын. Vamsidhar Reddy, гепатология және бауыр трансплантациясы бойынша кеңесші. Мен бауыр аурулары туралы мифтер жайлы сөйлесемін. Ең кең таралған миф. Бауыр ауруы тек алкогольді ішетіндерде болады деген. Бұл мүлдем дұрыс емес. Алкоголь ішпейтін науқастар да бауыр ауруына шалдығуы мүмкін. Ең жиі кездесетін жағдай майлы бауыр. Бұл қант диабеті, гипертензия, сондай-ақ семіздік және әйелдерде поликистозды аналық без синдромы, PCOS сияқты дислепидемия сияқты басқа қауіп факторларына байланысты болуы мүмкін. Бұл науқастар бауыр ауруына шалдығу қаупі жоғары және бұл науқастар алкогольді ішпейтіндер арасында бауыр ауруына шалдығатындар. Екінші миф, алкоголь ішетін науқастарда бауыр ауруы тек ауыр ішетіндерде болады деген бұлда. Дұрыс емес. Негізінен, бұл алкогольді қолдану үлгісіне, сондай-ақ алкоголь түріне және оның пайыздық мөлшеріне байланысты. Біз не ішіп жатырмыз және қанша жыл немесе ай бойы алкоголь ішіп келеміз. Үшінші миф, бұл тек қарт адамдарда болады деген. Бұл да дұрыс емес. Себебі батыстық өмір салтының әсерінен тіпті балалар да семіздікке шалдығуда. Сондықтан бұл науқастарда да сондай-ақ генетикалық параметрлер деп аталатын. Алпы бір антидепрессант жетіспеушілігі және Вильсон ауруы сияқты жағдайлар бар. Бұл науқастарда бауыр ауруына бейім. Төртінші миф, бауыр ауруы әрқашан өлімге әкеледі деген. Жоқ, бұл мүлдем дұрыс емес. Егер біз ерте диагноз қойсақ және аурудың табиғи ағымын өзгерте алсақ, онда әрине науқастар алады. Дамыған бауыр ауруы болса да ұзақ өмір сүре алады.